өйткені тоқтау невозможно болып кеткен. Үйреніп қалғанбыз өйткені. Сондықтан хор қызы керек па? Азанын жұту керек. Қай жерде жұта алмай қалдыңыз, жазғырыңыз өзіңізді. Болды. Бір шанс кетіп қалды. Бірақ Алла тағала өмір берген, ертең қайтадан сондай шанстар қайталанады. Вот сол кездерде өзіңді ұстап қалсаң, міне, түсіндіңіз ба? Сол нәпсі деген нәрсе осындай нәрсе. Сондықтан мына жаққа күнәға деген ізденіс салынғаннан кейін біз құтыламаймыз одан, түсіндіңіз ба? Жаңағы сол күнәні оятып жіберетін нәрсеге тек жақындамау арқылы ғана біз аман қаламыз. Түсіндіңіз ба? Шайтанның есіктері тұрады, шақырады ол. Шақырады. Періштелер айтады, мына есікті ашсаң, қараңыздар, интафтаху, егер ананы ашып қалсаң дейді, кірмей қоймайсың дейді. Қара қалай айтып отыр. Кірмей қоймайсың дейді. Ашып қойып одан кейін кірмеймін мен деп тұр, болмайды дейді ондай. Зу етіп кіріп кетесің дейді. Сондықтан ашу мәселесі осы. Түсіндіңіз ба? Әсіресе интернетте отырған кездерде өте қиын. Нәпсі сондай үйреніп қалған, айналаның бәрі сондай. Жердің беті сол да. Сол себептен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ад-дуния сижнул муъмин." Бұл дүние муъминнің абақтысы дейді. Абақтысы деген сөз жаңағы күнәларға байланысты. Нәпсіге не? Шанс бермейсің. Өте қиын. Сөйтіп күресіп, Алла тағала адалдығыңызды көреді, сосын жеңілдетіп жібереді бұл істі сізге. Оны жеңілдетіп жіберген кезде біраз тынышталасыз. Көрдіңіз бе? Аллах тағала андай нәрсені айтады, мысалы, аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва амма ман хафа мақама раббихи ва наха нафса анил хава фа иннал джанната хиял маъва. Қараңыздар. Кім дейді? Раббысының алдында тұратын күннен. Раббысының алдында тұратын күннен дейді. Қорықса дейді. Алдымен осы керек екен. Түсіндіңіздер ме? Қорқу деген нәрсе керек екен. Қорықса, уанахан, сосын барып айтып отыр. Сосын тыйса дейді. Ан-нафса, жан дүниесін. Көрдіңіз бе? Уанахан нафса анил хава. Хава деген көңіл қалауы. Ананы қалайым, мынаны қалайым, ананы қалайым дегендей мәселелер ғой. Бізде мысалы бұл келіп тұр деген сөзді қосып айтамыз ғой біз. Лимонад ішкім келіп тұр. Келіп тұр. Әрбір келіп тұрды келтіре берме деп отыр ғой Алла тағала. Әрдайым ол келіп тұрған кезде қайтарып таста дейді. Келіп тұрады, қайтарып таста дейді. Сахабалар тіпті кейбір жаңағы рұқсат етілген болатын нәрсенің өзіне дейін күресуге тырысқан. Жаңа айтып тұр ғой, оңай болып кетеді деп. Оңай